Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қарапайым қарыннан ыстық салат дайындайтын боламыз. Салатты дайындау үшін мен қойдың осындай таз қарынын және де үлкен қарынын пайдаланатын боламын. Ең алдымен қазанға қарынды салып қайнатып алатын боламыз. Ол бізге қарынды оңай турау үшін және де салаттың тез дайын болу үшін қажет болады. Қарынның үстінен су құйып, аздап тұз салып, қақпағын жауып қайнатып алатын боламыз. Мінекей қыздар, мен қарынды қайнатып сүзіп алдым. Бір қайнап шыққаннан кейін 20-30 минуттай қайнатсаңыздар жеткілікті. Қарнымыз толық суығанша біз керекті көкөністерімізді турап алатын боламыз. Мұнда бір дана пияз, сарымсақ және де балғын бақшадан жұлынған сәбіздер. Көкөністерді өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Дәл осы көкөністерге қосымша болгарский қоссаңыздар тіптен керемет болады. Ең алдымен сәбізімізді ұзыншалап, яғни соломка тәріздес етіп турап алатын боламыз. Егер де сіздерде кішкене жуандау күш болатын болса, содан өткізсеңіздер де жарайды. Келесі кезекте пиязымызды да ұзыншалап турап алатын боламыз. Мейлінше жуан етіп турасаңыздар, салаттың ішінде әдемі көрініп жүретін болады. Мен кішкене жіңішкелеу етіп турап жатырмын, себебі жолдасыма пияз аса қатты ұнай бермейді. Соңынан сарымсағымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Біз көкөністерімізді дайындап боламын дегенше қарнымызда суып дайын болып қалды. Салатымыз әдемі болып көріну үшін дәл көкөністер сияқты біз қарнымызды да ұзыншалап турап алатын боламыз. Бұл салатты тек қана қарыннан жасау міндетті емес, қойдың шектерін де қосып жіберсеңіздер де болады. Дәмінде ешқандай өзгеріс болмайды. Үлкен қарнымызды да кішкене бөліктерге бөліп, осылай ұзыншалап турап алатын боламыз. Мінекей қыздар, біз барлық затымызды турап дайындап алдық, енді қорып бастаймыз. Қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз, және де бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Мен пиязды салған видео өкінішке орай түспей қалыпты. Соңынан сарымсақты салып 1-2 минут қуырып, үстінен туралған сәбізімізді саламыз. 7-8 минут қуырып аламыз. Сәбіз кішкене пісу керек. Сәбізіміз осындай қалыпқа енген кезде үстінен туралған қарнымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш, үйлеріңізде қандай дәмдеуіш бар, соларды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Бетін жауып 30-40 минуттай өте баяу отта пісіріп аламыз. Арасында бір араластыруды ұмытпаңыздар. Егер де қарындарыңыз қаттылау болып жатса, мен сияқты жылы су құйып жіберсеңіздер болады. Суды өз жасап жатқан салаттарыңыздың көлеміне қарай құясыздар. Бетін жауып, тағы да бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің ыстық салатымыз дайын болды. Ыстықтай осылай тәрелкелерімізге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Салатымыз осындай әп-әдемі, тәбетті ашатындай болып шығады. Үйде тамақтың орнына осылай ыстық салат жасасаңыздар да болады, немесе қонақ келген кезде ыстықтай тамақтан алдын берсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын.